Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына: "Балам, ана тағаны ала жүр. Сынып қалған ескі тағаны алып қайтайын. Жарайды, өзім иіліп ала салайын." Қаланың шетіндегі темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны оларға 3 тиынға сатады. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Не іздеп келдің? Мына тағы сынып қалған тағы қанша теңгеге өтеді? Сынып қалған ескі тағаны жөндеп көрейін. Өзім жөнделген соң бағалаймын. Таға дайын. Енді қазір бір тексеріп алайын. Таға 3 тиынға бағаланады. Рахмет, сауданыз өте берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Не іздеп келдің? Алма бар екен. Алмұрт бар екен. Әке, шие де бар екен. Жарайды, балам, шие алар. Шие неше тиын? 3 тиын тұрады. Ала қойыңыз 3 тиын. Орамалына салып бересіз бе? Иә. Мені шиіңіз. Сау болыңыз, сауданыз өте берсін. Рахмет. Әке, мұна шиін тырысынай. Ағанағы тағаны жамансырап, бір ғана елдің орнына оған алған шиені бір ғана еліп алуға 10 рет теңкиді. Мұна бұлай есінде болсын. Аз жұмыстан қашсаң көп жұмысқа тап боласың. Азыр қанағат ете білмесем, көптен де құр қаласың. Шиені ала ғой, жүр үйге барып жейік. Жарайды.